Сәлеметсің бе? Қайырлы күн. Бүгін біз бірге кафеге барып, тағамдарға тапсырыс береміз. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас мәзірі. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ас мәзірі – меню. Ас болсын, приятного аппетита. Меню – ас мәзірі. Приятного аппетита, ас болсын. Біздің ас мәзірімізде нелер бар екен? Бірге қарап қайталаймыз. Сорпа, ботқа, ет, бауырсақ, салат, су, шырын және сүт бар екен. Тыңда және қайтала. Маған ботқа беріңізші. Маған шырын беріңізші. Маған сүт беріңізші. Маған нан беріңізші. Маған су беріңізші. Маған сорпа беріңізші. Маған ет беріңізші. Сен қай тағамға тапсырыс бересің? Қайталаймыз тағы да. Маған ботқа беріңізші. Маған нан беріңізші. Маған сорпа беріңізші. Маған су беріңізші. Маған ет беріңізші. Маған шырын беріңізші. Маған сүт беріңізші. Жарайсың. Алдыңғы сабақта біз қандай жаңа әріппен таныстық? Бірге айтып қайталайық. Үй, күн, үш, үсен. Үй, күн, үш, үсен. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. 21-ші беттегі әрпімен үсен, жүзім сөздерін жазамыз. Келесі тапсырма. 3-ші тапсырманы оқимыз. Сұраққа жауап беріп, толықтырып жазамыз. Сен не аласың? Маған нан беріңізші. Міне ал, ас болсын. Жарайсың, өте жақсы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.